асқазан деген жаңа грибой жеуге болмайды, ол байқамай. Грибой жеп қойғанмын, асқазаным ауырып сонымен. Сестренкамды шақырдым. Саумал алып келатыр жаным. Су бар ма? Саумалымды ішіп алайын деп жатырмын. Кім деп отыр? Асқазанында изжога, асқазандарыңыз түйіп бүріп ауырады ғой. Сондайға күшті көмектеседі саумал. Прям не могу, менен вообще ешқандай шампиньон да, ешқандай гриб маған жеуге болмайды, менің асқазаным көтермейді. Бір кусок кішкентай жесем, содан асқазаным ауырады. Жаңа балық жеген ба, бетте күшті балық болды. Үстінде грибой біреуі қозмақтып кетті, ладно, ештеңе болмайын шығар деп ойлап едім. Асқазаным түйілгенде мына қызды үйден алғызып отырмын, квартирадан келіп. 2 таблетка как обычно. Мен де сторис күні сервиске кіріп шықтым. Коробка, короче, капремонт қой. Жөндетуге либо ауыстыру керек. Жөндету нормальный сумма шығып кетті. Сөйтіп басқа жерде іздеп, арзандау жер тауып, сол жаққа баратырмын. Дейді. В общем, солай. Шаршадым, ұйқым келді. Баршаңызға қайырлы таң. Қалайсыздар, достар? Машина жоқ, машина СТО-да. Бірақ жұмысқа шығу керек. Ал жұмыста мен машина шеше алмаймын. Сол себепті аға машинасын сұрағам. Бері тұршы деп, братан деп. Келдім, ағам жұмыс жағын, отырып күтіп машинасын. Машинасын аламын да, фыры жұмысқа барам, жұмыстарын бітірем да, қайттан кеп машина тапсырам. Бака машина шықпаншы болса істеп жүрем мен де. Амал который. Күндеріңізге сәттілік. Достар, тағы бір айта кететін жайт. Мен бір ән шықты тағы да. Енді келесі әнге кірісіп жатырмын. Сол әнге сөз жазу керек. Так что, достар, араларыңызда әнге сөз жазатын ақындар болып жатса, маған жеке жаза кетіңіздер. Баға жағын, анамна жағын келісеміз. Күтем. Сыздар. В общем, бүгін ерте тұрдық, сағат 9-да. Обычно 10:30 сол уақытта тұрамыз. Қазір енді поликлиникаға бару керек просто. Сағат 12-ні істеймін деді. Сағат 10-нан асты, уже 10:30 болып қалды. Поликлиникаға барып, боянбай шыға салдым. Пока что тез барып қайту керек деп. Жасар күтіп тұрмыз. Потом үйге кейін боянып, білмеймін, бірдеңе істеу керек болып тұр. Мәна қағаз артында тұр да. Кеше арамай болады. Ой, папа шығарады, мен шығарамаймын. Кеше арамай болады ғой, ашып көре салайын ба. Еще істеп еткен ғой, бірақ ана кішкене битсең ашылады екен да. Қош дедім, зачем деп ше, сосын эмоциям қайда қалады деп ше. По-любому андай адушы шыққан қалап тұрмыз да, эмоциям ше. Бірақ бүгін бір түс көрдім. Не знаю енді қалай болады екен, ана қаға кетіп баратыр. Бері кел! Башына кеп қалды, оняқа. Субботний бір-бірден боямын. Қызық видео болса, көретін боласыздар. Күшті сөздер айтты деп тұрғанда көреміз. Қалай болады? Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бізде эфир бітті, бірақ эфир барысында күшті сыйлықтар келді. Қазір ашық көрсететін боламыз. Алжан жасап жатқан кәсібіне береке берсін. Қолдаушыларынан еліктірем дейді. Рахмет сіздер үлкен. Себепсіз ол маған ашымай жіберді. Алдында бізге негізі осы сынып киген болатын. Бізде ұрыс болып кетті, не болып кетті, сонан кішкене естен шығып кеткен бар енді. Элиттринар тоже. Осында біздің футболка, біздің суреттермен былайша айтқанда. Үлкен рахмет, бұйыртса эфирге кеп шығатын боламыз. Давайте қазір ашып көрсетіп боламыз. Рубашка дейді ол. Тема. Рахмет, үлкен сізге. Тарелка, кажется, да? Тарелка ғой. Әдемі екен. Күшті. Қандай сынып бар екен? Вау. Күшті бар. Рахмет, үлкен. Бұйыртса футболканы. Сіздерге қайырлы күн, маған қайырлы таң болып жатыр.
Өгөкем кеп өйстіп мені оятады. Қасыма кеп жатып алады. Қасында кеп өйстіп ұйықтайды. Осындай тактильный болып кеткен кастрациядан кейін, стерилизациядан кейін қатты тактильный болып кеткен, өйстіп жатады. Иә, сөйтсе. Әне, бір жерге ұшып бара жатыр, супермен. Осылай, короче, бүгін сіздерге қызықты стористер саламын. Полезный стористер саламын. Так что мен бірге болыңыздар. Мен енді ұйқыдан тұрып жатырмын, потому что бессонница менде. Таңғы сағат 7-те бірақ ұйықтағам мен. Поэтому... Ой... Быт-шыт болып енді тұрып жатырмын. Қайырлы кеш. Проблеманың үстіне проблема болып кетті, короче. Алтында шудан келатқан кезде, білмеймін, машинамның моторының несі жанып қалды. Чегі. Сонымен өзімнің Құдай бере салған ерекем бар, братан. Біз басында бірге тұрғанбыз негізі Алматыда. Осы ерекеңе келіп, Расыл деген жігіт. Қазір компьютеріне қосқызып тексеріп жатырмыз. Проблемасын іздеп жатырмыз. Если что, машиналарыңызда осы электричество жағынан, осындай датчиктер жағынан, чектардан проблема болып жатса, номерге хабарлассаңыздар, любой проблемаларыңызды шешіп береді ерекең деген. Қанша жыл опытың бар? 7 жыл опыты бар. Чотан ба? Алдында мерспен жүрген кезде де біраз проблемаларын шешіп берген. Түнгі 3-те білесің бе? Екеуміз ашып, ләңгі қылып еді ғой, ләңгі. Мен ұйықтап жатырмын, ерекең жөндеп жатыр ғой, прикинь. Вот машина болса осы. Айттым ғой, ерекеңде бар ғой, Құдай берген ғой, қарасаңдаршы. Өшіп тастаған ғой, прикинь. Ерекең өзі айтып тұрмын. Ереке неден? Бензиннен дейді. Ауылда бензиннен көріңдер ме? Ауылдың бензиндері қандай? Қалада бензиндер жақсы да? Не үшін ауылдағыларға не үшін жаман бензин апарып бересіңдер, айналайындар? Вроде постоянно осы Алматыда Қазақ ойылдан құям. Шуға барып Қазақ ойылдан құйып едім. Сразу өнерден чегім жанып қалды. Міне ерекеңге өшіп тұрады, компьютер айтып тұр. Бензиннен. Шүкір, нормальный болып қалды енді. Көңілім орнына түсті. Бұл мотор деген ойнайтын нәрсе емес қой негізі, ереке. Жүрегі ғой бұл машинаның. Аллаға шүкір. Ерекең деген ой, қолына бір балтамған электрик қой негізі. Если что, хабарласыңдар, достар, бұл менің братаным, бұл ешқандай реклама жасап, анау мынау деген нәрсе емес. Реально еңбегі зор бұл кісінің. Вот.